Баскетболда допты беріп жатсыздар. Ең бірінші әдіс ол кеудеден кеудеге. Допты кеудемізден шығарып, саусақпен бағыттаймыз. Яғни бүкіл қолдағы 10 саусақ сыртқа шығып, допты айналдырып, оған бағыт беру керек. Екінші түр ол еденнен пас беру. Яғни тура сол әдіспен, алайда допты еденге жіберіп, келесі доп соғылғаннан кейін біздің командаласымызға жету керек. Үшінші әдіс ол бастың үстінен. Яғни бұл жерде дәл сол техника, допты жоғары көтереміз. Және де қорғаушының үстінен саусақпен бағыттап допты өзіміздің командаласымызға жеткіземіз. Төртінші әдіс ол шетке қадам жасай отыра допты пас беру. Яғни қорғаушы шыққан кезде бір шетке қадам істеп, допты еденнен өзіміздің командаласымызға жеткіземіз. Допты қабылдау кезінде ең бастысы саусақпен, яғни алақанмен дайын түрде допты тосып алу, лақтыру, немесе кіріп сақинаны шабуылдауға дайын болу керек. Допты алудағы ең маңыздысы ол, яғни шабуылдың стойкасында тұру, аяқ, дене барлығы түзу, шабуылға дайын жағдайда тұру керек. Егер сіз допты алып, түсіріп, кері көтеретін болсаңыз, сіз көп уақыт жоғалтасыз. Ал баскетболда әрбір секунд маңызды болғандықтан, допты алып, бірден лақтыра үйренген жөн.